Бұл сабақта біз сізбен осы техникалық анализге қажетті ең маңызды сайттармен танысатын боламыз. Олардың ең бастысы, ең біріншісі бұл әрине бізде TradingView болып табылады. TradingView деген сайт, ол не сайт дейтін болсаңыз, біздегі барлық графиктер, алтынның бағасы, акцияның бағасы, жаңағындай басқа да фьючерстердің бағасының қалай өзгеріп жатқандығын көрсететін жалпы әлемдік сайт болып табылады. Осы TradingView деп осылай жазылады. TradingView деп. Осы TradingView'ді басасыз, ең бірінші шығып тұрады tradingview.com. Осы сайтқа кіресіз. Кейде бізде Яндекспен кіретін, басқа да браузермен кіретін адамдарға айтып қояйын. Бізде осы TradingView'дан бөлек мына жақта басқа да сайттар шығып тұруы мүмкін. Жаңағыдай мысалға осындай Microsoft, басқа деген сияқты. Ондай жағдайда сіз мына сайтқа қарауыңыз керек. Именно tradingview.com деген сайтқа кіріңіз. TradingView'ға кіресіз. TradingView'ға кіргеннен кейін сізде осылай look first, then leave деп жазылып тұрады. Сначала подготовьте, затем действие, так совершается лучшие сделки деп. Енді сіз осы кезде былай қарай өзіңіз сайтпен танысып шықсаңыз болады. Яғни сайттың қалай түрлері бар, обзор рынка деген сияқты бір қарап шықсаңыз болады. Немесе бірден сразу алып регистрация деген кнопканы басасыз. Регистрация кнопкасын басқан кезде сізде мына жақта бірден мына тарифтерді көрсетеді. Яғни бұл міне на год деп таңдалып тұр автоматты түрде. Бұны бір айға таңдасаңыз, бізде Essential деген тариф бар, $14.95. Бірақ сіз бұны сразу төлеудің қажеттілігі жоқ. Пока тек қана регистрация жасап алыңыз, кейін өзіңізге удобно болған кезде 30 күнге бесплатно қоссаңыз болады. Яғни оны қазір мыналардың ешқайсысына көңіл бөлмейсіз. Сіз мына жақтағы мына жоғары жақта оң жағында адамның белгісі тұр, осыны бассаңыз, одан кейін войти деп басасыз. Міне войти деп басқан кезде мына жақта вход с аккаунтом Google деп тұрады. Осыны таңдайсыз, одан кейін аккаунттың өзін таңдайсыз, одан кейін продолжить деп басасыз. Продолжить деп басқаннан кейін сізде міне учетная запись не найдена, хотите создать, яғни создать учетную запись деп тұрады. Өзіңіздің атыңызды жазасыз мысалға. Одан кейін я хочу маркетинговые письма, я прочитал все деп таңдайсыз да, далее деп басасыз. Одан кейін сізде мына жақта уже кіріп тұр, көріп тұрсыз ғой, яғни бағана бізде войти, зарегистрироваться деген кнопкалардың барлығы кетіп қалды. Бізде мына жақта уже өзіміздің атымыздың бірінші инициалы тұр. Тура осылай ашылған кезде одан кейін мына поисковик деген кнопканы басасыз. Осы жерден біз міне How USD Gold деп тұрады. How USD Gold деген кезде мынау онда емес, желательно forex.com дегенмен кіргеніңіз жақсы. Міне қараңыз, мына оң жағында Binance, онда деп жазылып тұр. Міне осы жерде онда емес, How USD Gold US доллар деп тұрады. Және де жанында forex.com деген тұр. Осы forex.com дегенді ашсаңыз, осының үстінен басасыз. Сізде осылай ашылады. Енді қараңыз, ең бірінші не істейсіз? Ең бірінші сіз мына жердегі мына артық болып тұрған список котировок дегенді алып, әдемілеп былай жауып тастайсыз. Бұл сізге қажет емес. Одан кейін хорошо деп таңдайсыз. Сізде мына жақта міне таймфреймдер деген бар. Мына жақта бізде инструменттер бөлімі бар. Оң жағында бізде алтынның бағасы бар. Сол жағында бізде инструменттер бар. Үстінде бізде таймфреймдер және де индикаторлар, свечалар, оповещение, яғни будильник қоюға болады, және де симулятор жасауға болады. Міне осылай, бұл біздің осы TradingView'дің основной көрінісі осылай. Енді қараңыз, TradingView'ға регистрация жасадыңыз, ашып алдыңыз. Именно осы алтынды ашқаннан кейін мына жерде иногда бізде шатасып басқасына кіріп кетеді, яғни алтын емес, жаңағындай бір биткоин ашылып кетеді кейбір адамдарда, біреулерде бір какой-то бір акциялар жүруі мүмкін, жаңағындай мысалға Nvidia, Tesla деген сияқты. Мына үстіндегі жазуды көріңіз, мына жердегі жазуды қараңыз. Сізде егерде бұл жерде алтын, яғни How USD деп тұрмаса, яғни все деп таңдалып, одан кейін осы жерде How USD деп тұрмаса, онда сіз оны поиск инструментов арқылы ауыстырып аласыз. Яғни міне forex.com-ға кірдіңіз. Forex.com-да осылай көрініс тұрады міне. Алтынның консолидациясы, одан кейін міне импульсы, мынашта міне обратно бізде откаты деген сияқты көрініп тұрады. Одан кейін сіз бұл жерден немен танысуыңыз керек? Ең алдымен сіз өзіңізге таймфреймдарды реттеп қойып алуыңыз қажет. Таймфрейм дегеніміз не? Таймфрейм жайлы біз алдағы уақытта бөлек бір сабақ болады. Бірақ жалпы таймфрейм дегеніміз бұл қысқаша айтатын болсақ, алтынның определенный уақыттың ішіндегі бағасының өзгерісі.
яғни мына жерде бізде daily деп тұр, яғни d деп тұр. Осының үстінен басасыз. Біреулерде бұл ағылшынша жазылып тұрады d деп, біреулерде орысша кириллицамен жазылып тұрады. Осының үстінен басасыз. Одан кейін мына минута деген кезде 1 минуттың жанына мына бүйтіп стрелканы алып келсеңіз, өзі жанында звезда, яғни жұлдыз шығады. Осы звезда добавить в избранные деген. Яғни добавить в избранные дегенді қалай шығарасыз? Қайталап көрсетейін, қараңыз. Мынау how USD деген жазылып тұр, үстіңгі жағында, сол жағында, үстінде. Осы сол жағындағы үстінің жанында қарасаңыз день деп тұр. Бұл бізде time frame. Осы time frame'ді аласыз да 1 минуттық дегенге звезда қоясыз, 3 минуттыққа звезда қоясыз, 5 минуттыққа звезда қоясыз, 15 минуттыққа звезданы таңдайсыз. Одан кейін 1 сағаттыққа звезда таңдайсыз, 2 сағаттыққа және 4 сағаттыққа звезданы таңдайсыз. Бұл именно бесплатный вариантта қолдануға болатын таймфреймдер осылар. Бірақ көп жағдайда сіз осы 15 минуттық, 5 минуттық және 4 сағаттық, 1 сағаттарды көп қолданатын боласыз анализ барысында. Яғни міне үстінде автоматты түрде бізде енді дайын шығып тұр, көріп тұрсыз, иә? Яғни мына жақта бізде интервал графика деп бассаңыз, осы жерден именно өзіңізге қажетті уақыттарды тура осылай қойып аласыз. Және де daily-дің жанына да бүйтіп қоя салған дұрыс. Daily сізге керек болады. Енді келесі кеттік. Одан осы таймфреймнің жанына жылжысаңыз, оң жағына қозғалсаңыз, сізде свеча деген бар. Японский свечи деп тұрады. Осы японский свечаның үстінен басасыз да, японский свеча деген, яғни 2 свечаның суреті тұрады. Сол үстінен басып, линия дегеннің жанына алып келесіз де, осының жанына звезда басасыз. Техникалық анализ жасау үшін японский свечи керек, және де осы линиялар керек. Осы екеуін таңдап қалдырып қоясыз. Яғни сіз үстіңгі линияны үстіп өзіңізге настройкасын жасап алдыңыз. Енді осыдан кейін сіз аласыз да осы графиктің, осы сайттың сол жақ бөлігіне өтесіз. Мына жақ бөлігіне өтесіз. Міне осы жерде сізде әртүрлі инструменттер тұр. Қазір мен сізге айтқан инструменттердің барлығының жанына жұлдызша басып таңдап шығуыңыз қажет. Бұл инструменттер именно сіздің техникалық анализде көп қолданылатын, көп осылар арқылы жаңағыдай жұмыс жасайтын инструменттер болғандықтан сіз солардың барлығын белгілеп, избранныйға сақтап алуыңыз қажет. Осы екіншісінің жанына мына тренд линия деп тұр ғой. Осы тренд линияны үстінен бассаңыз, сізге тренд линияның өзі ғана таңдалады. Ал егер де осы тренд линияны 2 рет бассаңыз, ол кезде сізде басқа да инструменттер шығады. Міне. Осы жерден сіз не таңдайсыз? Тренд линияны таңдап аласыз. Луч дегенді таңдап аласыз. Және де бұл жерден сізге қазір горизонтальный линия дегендер көп қажет болмайды. Параллельный канал қажет болады. Міне тренд линия, линия тренда, луч, одан кейін параллельный канал. Осы үшеуін таңдап аласыз. Одан кейін үшіншісіне келесіз. Үшіншісінің үстінен 2 рет бассаңыз, сізде коррекция по Fibonacci деген бар. Осыны үстінен басып жұлдызшамен таңдап қоясыз. Пока расширенный керек емес. Пока расширенный қоймай қойыңыз, тек осы коррекция по Fibonacci таңдап алыңыз. Одан кейін келесі төртіншісінің үстінен 2 рет бассаңыз, бұл жақтан сізге көп заттар особо қажет болмайды. Бесіншісін бассаңыз, сізде длинная позиция бар және короткий позиция бар. Осы екеуін таңдап аласыз. Длинный позиция мен короткий позиция бұл сізге риск менеджмент сақтау барысында және де точка входа табу, точка входа, яғни точка выхода табу кезінде көмектесетін болады. Яғни ақшаны есептеуге жақсы көмектеседі бастапқы кезде. Одан кейін келесі, мына жерден сіз өзіңізге стрелка указатель алып алсаңыз болады. Одан бөлек міндетті түрде сізге прямоугольник керек болады. Өйткені сіз ордер блок сызасыз, баланстарды, SNR, бұның барлығын айтып жатырмын, бірақ әрбір осы айтқан сөздерімнің барлығын сізге жеке-жеке түсіндіріп өтетін боламын. Олардың барлығында сізге прямоугольник керек болады. Және де сонымен қатар стрелка указательді таңдап алсаңыз болады. Өйткені иногда сіз бұлай стрелка указательді қолданасыз, мысалға бұлай. Керек жерлерде, мысалға өстіп стрелка указательдерді қолданатын кездеріңіз болады. Арасында. Одан кейін келесі кисть деген бар. Кисть дегенде мен өзім арасында қолданамын, сондықтан да сізде өзіңізге қосып алсаңыз болады. Одан кейін келесі текст. Текст бұлардың ешқайсысы қажет емес. Мен бұларды көп қолданбаймын. Қалғандары особо көп сізге пайдасы тие қоймайды. Міне көріп тұрғандарыңыздай, сіз мына жақта міне, яғни сіз үстінде бүкіл таймфреймдарды қойып алдыңыз. Таймфреймдар тұр үстінде. Жанында линия тұр және де японский свечи тұр міне. Одан бөлек
сізде мына жақта бүкіл әрбір инструментті жеке бүйтіп ашып қарап қайта таңдап отырмас үшін сізде тура ортасында сізде былай любой өзіңізге қажетті жерге бүйтіп орналастыруға болатын панель инструментов, яғни бұл сіздің избранный инструменттеріңіз. Міне линия тренда, луч, параллельный канал, коррекция по Фибоначчи, длинная позиция, короткая позиция, стрелка, указатель, прямоугольник және де кисть. Міне осылар сізде ең көп қолданылатын инструменттер. Осы инструменттердің барлығын сіз өзіңіз алып, осылай жанына жұлдыз қойып таңдап алуыңыз қажет. Енді келесі бізде сайттың үстімен таныстық, яғни таймфрейм тұр, свечалардың түрлері тұр. Мына жақта біз бүкіл инструменттермен таныстық және де солардың ішінде ең көп қажеттілерін таңдап алдық. Енді біз осы сайттың оң жақ бөлігіне өтеміз. Оң жақ бөлігінде бізде алтынның бағасы тұр міне. Мына оң жағына қарасаңыз, сізде мысалға 4100, 4140, 4150, 4170 деген сияқты, міне даже ортасына алып келсеңіз де өзі ровно көрінеді. 4146 деген сияқты именно алтынның бағасы бұл. Осы алтынның бағасы, алдағы уақытта сіз осы алтынның бағасы арқылы точка входаны және қанша табасыз, осының барлығын көретін боласыз. Бұл бізде алтынның бағасы. Енді сайттың ең астыңғы бөлігінде даталар жазылып тұр, көріп тұрсаңыз. Яғни міне 11 ноябрь таңғы сағат, например, сағат 1, 2, 3 деген сияқты 12 ноябрь. Одан бөлек керісінше былай төмен қарай түсіре берсеңіз, яғни артқа жылжи берсеңіз, бұрынғы анализ, яғни бұрынғы осы уақытқа дейін болған графиктің көрінісін көре аласыз. Яғни біз астында нені көріп тұрмыз? Астында біз көріп тұрмыз, то что бұрынғы графикті және де қазір графиктің датасы, уақытын, осы графиктің қозғалысын қалай болғандығын көре алады екенбіз. Енді демек бізде үстінде уақыт, таймфреймдар, астында бізде бұл календар. 1 күндік, 2 күндік, 3 күндік өзі ауыса береді. Сол жағында бізде инструменттер, оң жағында бізде алтынның бағасы. Енді қараңыз, сіз өзіңіздің егерде мышкамен қолдансаңыз, онда мышканың сол жағын бассаңыз, онда біздің стрелкамыз мына плюсик тұр ғой, прям центрда. Осы плюсик как қол сияқты пайда болады. Как будто мына графикті ұстап алған сияқты болады. Үстінен басасыз, сол кезде міне сізде көріп тұрғандарыңыздай мына графикті ыңғайлы былай ұстап бассаңыз болады. Яғни мышканың сол жағын басасыз да, одан кейін осыны алып былай қозғалтсаңыз болады міне. Яғни сіз графикті осы оңға солға, міне алтынның бағасын кішірейтсеңіз, міне график бөле кішкентайрақ болып көрінеді. Егер де оны үлкейтсеңіз, онда сіздің свечаларыңыздың әрқайсысы үлкен болып көрінеді. Яғни тура осылай осы TradingView сайтын оңай, жеңіл қолдана алуыңыз қажет. Түсінікті ғой, яғни мышканың сол жағын бассаңыз, сізде бүйтіп қозғалта аласыз міне. Мысалға былай бүйтіп қозғалтсаңыз болады. Өстіп қозғалта аласыз. Енді кеттік, мышканың оң жағын бассаңыз, ол кезде сізде сбросить параметры состояния деген бар. Осы затты көп қолданатын боласыз. Осыны бассаңыз, сіздің қазіргі осы соңғы моменттегі алтынның бағасына сразу алып келіп береді. Кеттік, келесі. Жалпы осымен бізде основной осы TradingView'дің настройкасының барлығын жасалынды. Енді қараңыз, графиктен бұрын біз осы сайтқа қайта кіреміз ғой. Сол үшін мына сайтты өзіңізге скопировать етіп алып, яғни көшіріп алып, одан кейін мына основной экранға сақтап қойсаңыз ыңғайлы болады. Яғни мына жерге добавить ярлык деген бар. Осы жерден URL, яғни ссылка деген жерге ссылкасын қоясыз. Жаңағы именно TradingView алтынның названияға TradingView деп жазып қойсаңыз болады, например. TradingView деп жаздыңыз, енді сақтап қойдыңыз. Яғни мына жерде сізде міне өзі міндетті түрде автоматты түрде TradingView деп шығып тұрады. Сіз кез келген уақытта мысалға сайтты ашып, қайта мына жерге жазып, жеке өйстіп кіріп отырмайтын боласыз. Бұлай өйстіп поисковикті басып, HowUSD де Forex.com деп отырмайсыз. Удобно болу үшін жай ғана қазір міне настройкасын дайындап қойған сайтты аласыз да, скопировать етіп аласыз да. Одан кейін мына жерге жаңағындай ярлык деп қосып алып, и любой уақыт осының үстінен бассаңыз, болды, сразу графикті ашып береді. Тура осылай өзіңізге удобно қылып жасап алыңыз, өйткені сіз күнделікті TradingView'мен жұмыс жасайтын боласыз, күнделікті осы сайтқа кіретін болғаннан кейін өзіңізге удобно болып жасап алғаныңыз жөн. Жалпы бұл TradingView деген сайт біздің техникалық анализдегі ең бірінші қолданатын сайт болады. Барлық инструменттердің бәрін дайындап аласыз, таймфреймдердің бәрін дайындап аласыз, и все, осымен отырып келесі сабақтарда мен көрсеткендей отырып анализ жасай бересіз.